Күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін январының 31-і ве Қырым ижғалының 1069 күні. Эфирде Муслим Умеров чалыша бізім бүгінгі эфирімізде бөйле хаберлер. Авдеевкада февкуляде вазиет илан етілді. Порошенко Алмания зеретіні тоқтатқан. Донбасста тынч сакиллерінің өлтірілмесін тоқтатмақ. Днепр хастаханелеріне яралы аскерлер ве ерлі сакиллеріні кетірелер. Башы көкрегі ве ел аяғы яраланды. Донецк велетінің Авдеевка шерінде февкуляде вазиет илан етілді. Гуманитар фелекетінің телюкесі дженкеверлерінің атеш ачмасындан юзберді. Шер суф ярық ве сыжақлықтан марум қалды. Украина президенті Петро Порошенко қыздыруф ноқталарының түзетмесі мектеп ве балабақчаларында электроэнергиянен темелленмеге емереткен. Дженкеверлер Авдеевка тарафына град селясындан атеш ачқандылер. Украина арбийлерінің мәліматына бинайен бүгін саба саат 5-тен шерге қаршы 160 ракета снаряды атылды. Авдеевкадаки дженкеверлер 7 саат девамында, яны саба саат 10-дан ақшам саат 17-ге қадар тынчылықны сақлажақлар. Русия тарафы ортақлық незарет век координация мерkezінде кефалечі оларақ чықты. Тынчылық режимі еріне кетірілсе, коммуналь қызметчілер ярық, сыжақ ве суф темелленіві түзетежеклер. Авдеевкада ОБСЕ миссиясының темсілжілері оларны беклейлер, ерлі акимет шерден сакинлеріні чықармаға азырлана. Лекен Авдеевкада қалған 16 бин сакинлерінден қомшу мескен ерлері тек 9 бин шақысыны ерлештіріп болыр. Сегодня все службы працюют на месте, развернутые відповідні. Бүгін бүтін қызметлер ерлерде чалыша мақсус штаб тешкелетілді. Вақияның чешіт вариантлары бақылды. Анлайышлы бұбыз үшін бұйық талаптыр, ләкин біз юзберген вақияны чезмек үшін әрше япажақмыз. Ләкин анлаймыз атеш ачмасына тесіріміз yok. Тынчылық режимі темин етмеге керек. О заман біз Авдеевка территориясында электроэнергия қыздыруф ве суф теменленуіні ғайрыдан тіклей білеміз. Все энергопостачання, теплопостачання і водопостачання на території. Ато штабының мәліматына көре январь 29-дан башлап Авдеевка жыварында ишгалчилер Украина тарафына дефаларжа уджум етмеге тырыштылар. Мағлюбиетке оғрағанлары үшін кері чекілмеге мечбур олдылар. Разведкада білдіргенлеріне көре ато күчлері түнефін Авдеевка районында 15 женкеверні yok етті. 24 яраланды. Бұнымен берабер кешкен күн девамында ато зонасында 8 Украина арбиеля колды. Онлар же яраланды. 29 где-то в 4:30 утра. 29 санында сабат 4:30 промзонаға қаршы атеш ачмаға башлағанлар. Қайдан атылғаныны білмейм. Анда Донецк, Макеевка, шер патлаулардан тұрды. Сон есе Украина селялы құветлері жава бермеге башладылар. Ве саба саат 7-ге же шаматалы еді. Сонра есе аты жарекетлер башланды. Кене аты шув, патлаулар, сонра тынчладылар. Сонра есе кене. Где-то до 7 утра. Было. Я начала кричать, солдаты сразу... Мен қычырмаға башладым бірден келмеділер, чүнки бір қач яралы бар еді. Сонлар чықтылар, yorғанда өзлеріне кіргізділер, ажилі ярдымны чағырдылар. Вызвали скорую свою. Женщина. Қадын нефақаджы осаныны сындырды. Эркек есе да ағыр вазиетте, оның башы көкрегі ве ел аяғы яраланды. Шымды оның ақ жігерлері суни вентиляцияда. Ал азырда оның аяты үшін күрешеміз. В настоящее время мы боремся за его жизнь. Акопқа келіп түшті ве уч инсанны яралатты. Аяқ ве омызны. Бүгін анда насыл вазиет олғанны білмейм. Түневін анда пек шидетлі атеш ачқанындылер. Украина президенті Петро Порошенко Алмания зеретіні тоқтатқан. Президент Украина дипломатларына Авдеевкадаки февкуляде вазиеті бойынша ОБСЕ ве БМТ-нің телекесізлік шурасына хабер бермесі ақта эмир еткен. Оның ресми күрішіві девамында Украина президенті Петро Порошенко ве Алмания канцлері Ангела Меркель Минск анлашмаларының еріне кетірілігі, энерго телекесізлікнің құветлештірілігі ве Украинаға ятырымлар меселелеріні музакире еткенлер.
За останні години ми Соңки екі саат девамында біз Кения айнысыны білдік. Бірде бір атеш тоқтатылу режимі yok. Кения аскерлер элякула, вемен шуна айтмаға істейім ки сынырдаки вазиет раатсызлата. Вебірлешкен милитлер тішкілятның малюматына көре, бұл зидетте 10 bin insan эляколды. вже у цьому конфлікті до цього моменту загинуло близько 10 тисяч людей. На сьогоднішній день потрібні Бүгінгі күнде об'єднані і қатти рішучі әрекетлер керек. Русия тарапының музакерелер вастасы или Минск аңлашмаларны еріне кетірмеге мечбур етмек үшін. Илкевелі оларның хавсызлық компоненті. Донбасста тынч сәкенлерінің өлдірілмесіні тоқтатмақ. Оның үшін бізім әрекетіміз пек мұйым. Їх безпековий компонент. Бүгін Межлис рейс муавина Ақтайымчи гозының іші бойынша 72-ші махкеме отырышына муафызлернен берабер Қырымның Ишғалжи олбашчысы Сергей Аксенов келген. Адвокат Николай Полозов хабер еткеніне көре, дава ішінде Аксенов шат оларақ кече. Фото малиматларға көре 2014 сенесі февраль 26-сында олған наразылық митингті Сергей Аксенов елбашчылығында Русия тарафыны дестек еткенлер біріншілер провокация әрекетлеріні башлағанлар. Бұл біздің соңки хаберіміз еді, атер әлі олыңыз көрішкенже.